Үйленуді кешіктіру біріншіден зинаға жол ашады. Сол үшін де жастар ләжі барынша уақыт келсе егерде үйленуге асығу керек. Қазір енді қоғам үйленуді кешіктіруге насихаттайды ғой, кәсіп істе, өзін дамытып ал деп. Дұрыс. Қазіргі таңда сен өзің аяққа тұрып біреуді асырай алатындай қаражатың болмаса, үйлену қиын, ол дұрыс, мойындаймыз. Бірақ бұны ары қарай карьера қуып кетуге насихаттамау керек. Керісінше, сен жұмысың бар, стабильный жұмысың бар, айлығың түсіп тұр, мысалы үшін. Бір қызды асырауға шамаң келе ме? Ары қарай сен бизнес басқа нәрсені ойламай үйлену керексің. Неге? Өйткені үйленуді кешіктіру бұл неге жол ашады? Зинаға жол ашады. Ал зинаға жол ашылатын болатын болса, қоғам бүлінеді. Тексіздер көбейеді. Тексіздер көбейетін болатын болса, онда ұлт түгелімен жойылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде дейді: "Ан-никаху суннати, ва ман рагиба ани суннати фалайса минна." Неке бұл менің сүннетім. Кімде-кім менің сүннетімнен бас тартатын болатын болса, ол бізден емес, яғни кемел мұсылман емес дейді. Сол үшін де жастарға айтатынымыз, шамаң кеп тұрма, бір қызды асырай аласың, мәһірін бере аласың, үйлен, еш қорықпа. Неке бұл ризықтың көбеюіне, ризықтың артуына, мен үйленген адам ретінде айтайын, ол не істейді? Өте үлкен септігін тигізеді.